Армысыздар, құрметті білім алушылар. Бүгінгі Қазақстан тарихы 9-шы сынып ұлттық бірыңғай тестілеудің дайындық сабағына қош келдіңіздер. Олай болса, бүгін біз 1917 жылғы ақпан буржуазиялық демократиялық революциясы және қазан төңкерісі тұсындағы Қазақстан туралы өтетін боламыз. 1917 жылы ақпан айында Ресейде буржуазиялық демократиялық революция орын алды. Ол революцияның барысында Ресейдің соңғы императоры 2 Николай тақтан түсірілді. Міне сонымен Ресейде 300 жыл бойы билік құрған Романовтар әулеті биліктен кетті. Бұл хабарды естіген Қазақстан халқы және ұлттық демократиялық қозғалыс өкілдері қуанышпен қарсы алған болатын. Майдан штабы жанындағы қырғыз бөлімінің басшысы Алихан Бөкейханов Минскіден былай деп хабар жеткізеді. Ресей халықтары үшін туысқандық, теңдік және бостандық күні туды дейді. 1917 жылдың наурыз-сәуір айларынан қазақ жерінде жұмысшы және солдат депутаттарының кеңестері құрыла бастады. Ал жекелеген аймақтарда Орал, Ақмола, Семей, Верный және Әулиеатада қырғыз ұлттық комитеттер пайда болды. Сондай-ақ қазақ жерінде жұмысшы және солдат депутаттарынан басқа уақытша үкіметтің органдары құрыла бастады. Міне, сонымен қазақ жерінде жалпы Қазақстанда қос үкімет орнаған болатын. Олар жұмысшы солдат депутаттарының кеңесі және уақытша кеңестер. Уақытша үкімет реформашыл жолмен капитализмді дамыту керек деп есептеді. Уақытша үкімет негізінен алғанда Ресейдегі буржуазиялық және помещиктік тап өкілдерінің саяси және экономикалық мүдделерін білдірген болатын. Соған сәйкес уақытша үкіметі жалпы Ресейде нақты реформалық ұсыныстар жасай алмады. Яғни оның өзгертулері сәтсіз аяқталған болатын. Уақытша үкімет негізінен алғанда патша үкіметінің қойнауынан шыққан болатын. Ол сол бұрынғы патша үкіметінің отарлық саясатын одан әрі қарай жалғастырды. Соған қарамастан уақытша үкімет бірқатар іс-шараларды іске асырды. Мәселен, 1917 жылы 20 наурызда Ресей азаматтарының дін ұстану және әртүрлі ұлттарға жататындығына қарай құқықтық жағынан шектеуді жою туралы шешім қабылдады. Сондай-ақ уақытша үкімет бұрынғы тыл жұмысына алынған жұмысшыларды еліне қайтару туралы шешім қабылдаған болатын. 1916 жыл патша үкіметінің жарлығымен тыл жұмысына алынған еңбекшілер еліне оралды. Тыл жұмысында жүрген кезде еңбекшілер орыс еңбекшілері және солдаттармен етене араласты және олардың сана сезімі оянған болатын. Еліне қайтарылған тыл жұмысшылар өздерінің ұйымдарын құра бастады. Мәселен, Верныйға оралған еңбекшілер 1917 жылдың шілде айында қара жұмысшылар одағын құрды. Сондай-ақ Петропавлдағы тыл жұмыскерлері өздерінің жас арбакештер одағын құрған болатын. Ал Сергеопольде, яғни Аягөзде 800 майдангермен бірге жұмысқа алынған еңбекшілер өздерінің солдаттардың орыс мұсылман ұйымын құрған болатын. Ақпан революциясы нәтижесінде қазақ жерінде ұлттық қозғалыстар өрістей бастайды. Қазақ жеріндегі ұлттық демократиялық қозғалыстың көшбасшысы Алихан Бөкейханов болды. Алихан Бөкейханов бұрынғы кадеттер партиясының орталық комитетінің мүшесі болған етін. Алихан Бөкейханов қазақ жеріндегі жастардың зиялы қауым өкілдерін өзінің қол астына жинады. Олардың қатарына Мыржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Қалел және Жақанша Досмұхамедовтер, Жақып Ақбаев және тағы басқалар болды. Бұл зиялы қауым өкілдері Алаш қозғалысын бастаған болатын. Алаш қозғалысы 1905 жыл басталды, ал 1917 жылы қайтадан жанданады. 1917 жылы көктемде Семей облыстық кеңестері жалпы қазақ съезіне қазақ жерінде автономиялық республика құруды ұсынады. 1917 жылы Орынборда бірінші жалпы қазақ съезі өтті. Жалпы қазақ съезінің шешімі бойынша Алаш партиясы құру туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ ол шешім бойынша қазақ жерінде өзін-өзін басқаратын
үкіметтің құрылуы туралы жобасы ұсынылады. Съездің шешімі бойынша Ресейде конституциялық демократиялық федеративті республика құрылу керек деді. Съезге Ақмола, Семей, Орал, Торғай, Жетісу, Сырдария, Ферғана және Бөкей ордасының делегаттары қатысқан болатын. Мемлекеттік басқару формасы бойынша Ресейде федеративті демократиялық конституциялық мемлекет орнауға тиісті болды. Және қазақ облыстарының автономиялық республикасы құрылу керек деп қаулы қабылданды. 1917 жылы ақпан революциясынан кейін Қазақстанда діни ұйымдар мен партиялар құрылған болатын. 1917 жылы сәуір айында Башқұртстан, Татарстан, Кавказда және Орта Азияда мұсылмандардың съездері болып өтті. Ал 1917 жылы мамыр айында бүкіл ресейлік мұсылмандардың бірінші съезі шақырылған болатын. Съезде 250 молданың қарсылығына қарамастан әйелдердің құқығы ерлермен тең болып қабылданды. Сондай-ақ көп әйел алушылық және қалың малға тиым салу туралы қарар қабылданған болатын. Сондай-ақ 8 сағаттық жұмыс күнін енгізу және ана тілінде міндетті және тегін жалпыға бірдей бастауыш білім беру туралы қаулы қабылданған болатын. 1917 жылы қыркүйек айында Түркістан федералистер партиясы пайда болды. Қазақ жеріндегі мұсылмандар ұйымдарымен қатар, сондай-ақ қазақ жастарының үйірмелері мен ұйымдар пайда болған еді. Мәселен, Меркіде қазақ жастарының революциялық одағы құрылды, оны Тұрар Рысқұлов басқарған болатын. Ал Ақмолада жас қазақ ұйымы құрылды. 1917 жылдың ақпан революциясынан кейін Қазақстанның солтүстік облыстарында кадеттер партиясының жұмысы жанданады. Кадеттер партиясының орталық комитетінің мүшесі Қазақ ұлттық демократиялық қозғалыстың өкілі және басшысы Әлихан Бөкейханов болатын. Кадеттер партиясының негізгі баспасөз органы Свободная речь болды. Свободная речь Семейде шығып тұрды. Кадеттер партиясы конституциялық монархия орнатқысы келді. Соған байланысты Әлихан Бөкейханов ол партиядан шығатындығын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ Қазақстанда эсерлер партиясы жұмыс істеген болатын. Эсерлер социал революцияшыл партия болған еді. Эсерлер жер оларды өңдейтіндерге берілсін және жер бүкіл халықтың меншігі деп ұран тастайды. Эсерлер жалпы олардың бағдарламасы уақытша үкіметтің отарлық саясатына сәтті түрде жұмыс істеген болатын. Эсерлердің кеңестері 1917 жылы ақпан революциясынан кейін Қазақстанда тек Перовскідегі кеңестен басқа барлық аймақтарда құрылған болатын. Міне сонымен 1917 жылы ақпан революциясынан кейін Қазақстанда Черняев кеңесінен басқа аймақтардың барлығында эсерлердің кеңестері құрыла бастады. Сондай-ақ эсерлердің казак кеңестік ұйымдары да Қазақстанда құрыла бастады. Міне сонымен 1917 жылдың ақпан революциясынан кейін Қазақстанда бір қатар саяси партиялар өздерінің қызметтерін жасады. Олардың басты мақсаты билікке келу болатын. Олай болса, құрметті білім алушылар, біз Қазан төңкерісі кезеңіндегі Қазақстандағы жалпы ахуал туралы айтып кетсек. 1917 жылы 25 қазанда Петроградта төңкеріс орын алады. Ол тарихта Қазан төңкерісі деп аталды. Петроградтағы төңкерістің нәтижесінде шаруа және жұмысшы солдат депутаттарының кеңестерінің билігі келген болатын. Оның басшысы Владимир Ильич Ленин болды. Сонымен, құрметті білім алушылар, біз Қазан төңкерісі жылдарындағы Қазақстан туралы айтып кетсек. 1917 жылы ақпан буржуазиялық демократиялық революцияның барысында билікке келген уақытша үкімет өзінің міндеттерін атқара алмады. Ол елдегі аграрлық және ұлттық мәселені толығымен шеше алмады. Және құлаған патша үкіметі уақытша үкіметке өзінің елдегі шешілмеген мәселелерін мұра ретінде қалдырған болатын. Соған байланысты уақытша үкімет не ұлттық, аграрлық, әлеуметтік, экономикалық, діни мәселелерді толығымен шешіп бере алмады.
Нәтижесінде елде ашаршылық орын алды. Өндірістік кәсіпорындар өнім шығаруды тоқтатты және ауыл шаруашылық өнімдер өндірілмеді. Шаруалардың арасында наразылықтар пайда болды. Мәселен, Жетісу және Сырдария облыстарында түгелімен ашаршылық орын алған болатын. Соған байланысты 1917 жылы мамыр айында Семей облысындағы Даубай кенішінде жұмысшылардың ереуілі басталып кетті. Оған қоса Риддерде және Қазақстанның ең ірі кәсіпорындарында, өндіріс орындарында үкімет басшылығына қарсы ереуілдер және наразылықтар орын алған болатын. Уақытша үкіметтің беделі түсіп, жұмысшы, шаруа және солдат депутаттарының кеңесінің абыройы өсе бастайды. Соған байланысты 1917 жылы 24 қазанда Ресейдің астанасы Петроградта қарулы көтеріліс орын алды. Солдаттар, жұмысшылар және матростардың қарулы күштері астананың ең маңызды орындарын басып алды. 1917 жылы 25 қазанда Петроградта қарулы көтерілістің орын алуына байланысты уақытша үкімет биліктен тайдырылады. Әскери революциялық комитет уақытша үкіметтің биліктен кеткендігін жариялайды. Осыған сәйкес үкіметті басқару Владимир Ильич Ульянов, яғни Ленин басқарған халық комиссарлар кеңесіне жүктеледі. 1917 жылғы қазан төңкерісі нәтижесінде билікке келген большевиктер тез арада өздерінің декреттерін жариялайды. Ол бітім және жер туралы декреттер болатын. 1917 жыл 2 қарашада Ресей халықтар құқықтарын декларациясы жариялады. Ал осы жылы жаңадан келген үкімет Ресей және шығыс халықтарының барлық еңбекші халықтарына үндеуінде сендердің барлық діндерің, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарың және мәдени сонымен қатар басқа да мекемелерің еркін және оларға ешқашанда қол сұғылмайды деп айтады. 1917 жылы қазақ еңбекшілері арасынан тыл жұмыскерлерін және де басқа да еңбекшілерді біріктіретін ұйымдар пайда болды. Мәселен, 1917 жылы Ташкентте қазақ жұмысшылар депутаттарының кеңес пайда болған еді. Верныйда 1917 жылы Верный қалалық мұсылман жұмысшыларының біріккен одағы пайда болды. Жаркентте жұмысшылар одағы пайда болса, ал Қазақстанның оңтүстігінде мұсылман еңбекшілерінің одағы құрыла бастады. Сондай-ақ 1917 жылы мұсылман одағының Мәскеуде 5-ші съезі ашылды. Ол съездің шешімі бойынша Ислам кеңесі құрылды. Ислам кеңесі Шура-и-Ислам деп аталған болатын. Шура-и-Ислам кеңесінің жұмысына Қазақстаннан Мұстафа Шоқай, Көлбай Тоғысов және Жақанша Досмұхамедовтер белсене араласқан болатын. Шура-и-Исламның басты мақсаты үлкен Түркістан мұсылман мемлекетін құру болатын. Сондай-ақ Қазақстанда жастардың үйірмелер мен ұйымдар көптеп ашыла бастады. Олардың қатары 20-ға дейін жетті. Сондай-ақ Ақмолада жас қазақ, Петропавлда талап, сондай-ақ Спасскіде жас жүрек, оған қоса Меркеде, яғни Әулие Ата өзінде қазақ жастарының революциялық одағы және оған қоса Семейде Жанар жастар ұйымы құрылған болатын. Сонымен, құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осы сабақты қайта-қайта көрулеріңді сұраймын. Ендеше келесі сабақта кездескенше.